Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге мен Кәрімберді Нарбек Әзімұлы. Бүгін біз тек ерлерде ғана кездесетін және қазіргі таңда кеңінен таралған аурулардың бірі простатит жайлы айтатын боламыз. Видеомыз басталмастан бұрын каналға тіркелейік, лайк басайық. Бұл қазақ тілді медициналық ақпараттың дамуына өте көп үлесін қосады. Каналға тіркелдік пе, лайк бастық па, ендеше кеттік. Жалпы простатит дегеніміз не? Простатит бұл қуық асты безінің, яғни простатаның қабынулық ауруы. Статистика бойынша әрбір екінші ер адам созылмалы простатитпен ауырады, және де ол дәрігерге өте кеш қаралады. Уролог дәрігерге кеш қаралуының себептері бұл: бірінші, Қазақстан болсын, ТМД елдері болсын, бұл профилактикалық тексерістен өтудің әдетке айналмауы. Екіншісі, бұл диагноздан қорқу. Үшіншісі, бұл ұялшақтық. Көп адам урологтарға бара бермейді, тек қана эректильді функция бұзылған кезде ғана дәрігер қабылдауына жүгінеді. Жалпы простатитті біз ағымына қарай екі түрге бөлеміз. Оларды жедел және созылмалы деп екіге бөлеміз. Жедел простатит бұл созылмалы простатитке қарағанда сирек кездеседі, тек 5-10% ғана кездеседі, ал созылмалы простатит бұл жиі кездеседі. Және де созылмалы простатиттің пайда болу себебіне байланысты біз оларды бактериалды және абактериалды деп екіге бөлеміз. Бактериалды созылмалы простатит бұл созылмалы абактериалды простатитке қарағанда сирек кездеседі, 5-10% ғана. Сонымен қоса созылмалы простатит бұл біртіндеп ақырындап дамиды және де көп жағдайда симптомсыз көрініс береді. Соған байланысты көп ер адамдар бұған мән бере бермейді. Простатаның анатомиясына қысқаша тоқталатын болсақ, простата бұл кіші жамбас астауында қуықтың астында орналасқан без болып табылады, және де ол арқылы уретра, яғни зәр шығару өзегі өтеді, және де простатаға шәует шылбыры келіп қосылады. Простатаны ер адамның екінші жүрегі деп те атайды. Қазіргі таңда репродуктивті жастағы ерлердің 40% және де 50 жастан асқан ерлердің 50%-ында созылмалы простатит кездеседі. Жоғарыда атап өткендей, созылмалы простатиттің екі түрін ажыратамыз: бактериалды және де абактериалды. Бактериалды инфекциялардың өзін екі түрге бөлсек болады. Олар грамм теріс бактериялар, яғни энтерококтар және де ішек таяқшалары жатса, одан кейін урогенитиалды жол арқылы берілетін инфекциялар, яғни жыныстық қатынас арқылы берілетін инфекциялар. Оларға микоплазмалар, уреоплазмалар, хламидиялар және тағы басқа инфекцияларды жатқызамыз. Бұлар өрлемелі жол арқылы простатаны зақымдайды, яғни жыныстық қатынастан соң уретра арқылы көтеріліп простатаға келіп простатит туғызуы мүмкін. Одан басқа да біз жолдарын ажыратамыз, яғни егер де науқаста цистит болатын болса, ол зәр ағыны арқылы келіп простатаны зақымдауы мүмкін. Одан кейін науқаста егер де танзилит, фарингит, мысалы бадамша бездері қабынып тұр, немесе ішектерінде қандай да бір қабынулық аурулар бар болатын болса, бұлар қан арқылы түсіп простатаға келіп простатит туғызуы мүмкін. Бұл бактериалды инфекциялардың зақымдаған кезде олар айлар бойы, жылдар бойы көрініс бермеуі мүмкін. Оған бірнеше себептер бар. Ол бірінші кезекте адамның иммунитеті, және де екінші кезекте бұл зақымдаған инфекцияның қасиеттеріне байланысты. Одан кейін бізде созылмалы простатиттің абактериалды себептері. Бұл біріншіден адамның аз қозғалуы, яғни адам аз қозғалатын болса, аз қозғалу өмір салтында өмір сүретін болса, ол адамда кіші жамбас астауында қан айналым нашарлайды, микроциркуляцияның нашарлауы болады. Бұл бізде қабынуға қолайлы жағдай жасап береді, яғни бактериялар келіп қабындыруға қолайлы жағдай жасап береді. Екіншісі, бұл простата өзінен секрет бөледі. Ол секрет бізде шәует құрамында болады, және де ол сперматозоидтардың өміршеңдігіне жауап береді. Егер де осы секрет ұзақ уақыт бөлінбей тұрып қалатын болса, бұл простатаның тітіркенуіне және де көлемінің ұлғаюына алып келеді. Бұл қабынумен көрініс береді. Оның тұрып қалуына не себеп болуы мүмкін? Ол адам не ұзақ уақыт жыныстық қатынаста болмаған, немесе ретсіз жыныстық қатынас болады. Соның салдарынан бізде секреттің простатада тұрып қалуы мүмкін. Созылмалы простатит симптомдары қандай? Созылмалы простатит ол 50% жағдайда симптомсыз өтеді. Сондықтан кейбір адамдар бұл симптомдарды байқамайды және өзінде созылмалы простатит бар екенін білмейді. Сондықтан мен сіздерге кеңес беремін: жылына кем дегенде бір рет уролог бақылауында болыңыздар. Енді
Созылмалы простатиттің негізгі 5 симптомы бар. Олардың ең біріншісі ол батып тұрақты ауырсыну. Ол ауырсыну қай жерде болады? Ол іштің төменгі бөлігінде, ұмада, сегіз көзде, құйымшақта, белде. Сонымен қоса кейбір аурулар қосылған жағдайда тік ішек маңайында да ауырсынулар болуы мүмкін. Екіншісі бұл зәр шығарудың бұзылыстары. Ол адамдарда зәр шығаруда қиындықтар болуы мүмкін, толық зәрдің қуықтың босамау сезімдері болуы мүмкін, не болмаса түнде жиі зәрге баруы мүмкін, яғни никтурия. Бұл адам түнде қалыпты ұйықтаудың орнына бірнеше рет түнде оянып зәр шығаруға барады. Бұл никтурия деп аталады. Одан кейін адамдарда эректильді функцияның бұзылысы болуы мүмкін, яғни ол адамдарда эрекцияның бұзылысы және де жылдам эякуляция болуы мүмкін. Одан кейін төртіншісі бұл бедеулік, яғни простатит жоғарыда атап өткендей өздерін секрет бөледі, ал ол секрет спермацоидтардың өміршеңдігіне жауап береді. Ал ол секреттер тұрып қалатын болса, не болмаса өндірілмейтін болса, онда ол бедеулікке алып келеді. Одан кейін бесіншісі бұл депрессия, көңіл күйдің төмендеуі, түнгі ұйқының бұзылыстары. Бұл жоғарыда аталған факторлардың әсерінен болады. Сонда да бұлардың ішіндегі ең негізгі шағымдардың бірі бұл іштің төменгі аймағындағы ауырсыну болып табылады. Бұл іштің төменгі аймағындағы ауырсыну тек простатитте кездеспейді, және басқа да ауруларда кездесуі мүмкін. Сондықтан дер кезінде дәрігерге қаралыңыз және де ауруды өршіктіріп алмаңыз. Созылмалы простатитті диагностикалауға не көмектеседі? Бұл бірінші бізде дұрыс жиналған анамнез, екіншісі бұл ректальды және де сыртқы қарау, үшіншісі бұл простата секретін зерттеу және де бактериалды зерттеу, сонымен қоса урогенитиалды инфекцияларға жағында алу. Сонымен қоса қазіргі таңда трансректальды ультрадыбыстық зерттеу бар. Ол арқылы біз простатаның құрылысын, оның көлемін және де ол жерде қандай да бір кисталар, тастар, не болмаса ісіктер бар болу болмауын анықтауға болады. Және де бұлардың ішіндегі ең адамға жағымсыз сезімдер бұлар ректальды қарау және де урогенитиалды инфекцияларға жағында алу. Бұл науқастар үшін өте жағымсыз сезім туғызады, алайда бұлардан қорқып қажеті жоқ, профессионалдар бұны өте жағымды түрде жасайды. Созылмалы простатит емі. Созылмалы простатитті емдеу айтарлықтай қиындық туғызады, себебі бұларды әртүрлі себептерден дамиды және де бұларды әр адамға әртүрлі ем тағайындалады, яғни жеке индивидуальды. Бірақ та негізгі емдеу тактикалары бар. Бұлар біріншісі медикаментозды ем. Егер де простатит инфекциямен шақырылған болатын болса, онда ол адамдарға сөзсіз антибактериалды терапия тағайындалады және де оларға қосымша ретінде қабынуды басатын, микроциркуляцияны жақсартатын дәрілер және де свитчалар тағайындалуы мүмкін. Сонымен қоса ол адамдарға витаминдер тағайындалуы мүмкін, медикаментозды. Одан кейін бізде физиотерапиялар бар. Оларға біз әр клиникада әртүрлі болуы мүмкін, бірақ та олардың ішіндегі лазеротерапия, магнитная терапия, электростимуляциялар жатады және де ТМД елдерінде қолданылатын физиотерапияның бірі бұл ректальды простатаның массажы болып табылады. Ректальды простатаның массажы бұл микроциркуляцияны, яғни простатадағы қан айналымды жақсартады және де эректильді функцияның жақсаруына алып келеді. Ескерте кететін жағдай, үй жағдайларында немесе басқа бір дәрігерлердің нұсқауымен ректальды простатаның массажын жасауға болмайды, бұны тек урологтар жасауы қажет. Енді простатиттің профилактикасын тоқталсақ, яғни алдын алу шаралары. Бұлардың біріншісі салауатты өмір салтын ұстану, яғни жүгіріп, секіріп спортпен айналыспасақ та, тым болмағанда күніне көбірек жаяу жүруге тырысу. Екіншісі бұл зиянды әдеттерден бас тарту, алкоголь, ішімдік, сыра, бұның барлығын шектеу, сонымен қоса дұрыс тамақтану, витаминдері көп, жеміс жидектерді тұтыну. Екіншісі бұл жылына кем дегенде бір рет толық тексерістен өту. Ескерте кететін жағдай, кез келген ауруды емдеу бұл 85% жағдайда бұл пациенттің тікелей өзіне байланысты, яғни ол дәрігердің қаншалықты рекомендацияларын, яғни ұсыныстарын орындауына байланысты. Ал 15% жағдайда бұл дәрігерлерге байланысты. Ол дұрыс диагноз қою және де оған дұрыс ем тағайындау.
Осымен біздің видеомыз соңына жетті. Егер видео ұнаған болса, каналға тіркелейік, лайк басайық. Өз денсаулықтарыңызды күтіп жүріңіздер. Қош, сау болыңыздар.